Жаман нәрсе. Не нәрсе деп ойлайсыздар? Аллах Тағаланың жек көрген нәрсесінің бірі, Құранда Алла бұны жасамағандарды жақсы көрген. Бұндай нәрсе күшейіп бара жатыр, тағы айтам. Бұл не нәрсе? Бұл ағайын туған туыстан бөліну. Намаз оқитындардың да жиі ортасында кездесіп бара жатыр. Ағайындардың ішінде араласпау, туған туыстарды менсінбеу, шақырса бармау, өздерінше бөлініп алу, мүдделес, ойлас, ниеттес сөздері бір жерден шығатындардан бөлініп шығып, және туысқандардан бөліну Алланың ең жек көрген нәрсесінің бірі осыдан туады. Мешітке намаз оқитын екі әке шешеден бірдей туылған, әкесі де бір, анасы да бір, бірге туған екі адамның екеуі де бірдей, бірақ екеуі мешітке келсе, екеуі қатар тұрып намаз оқымайды. Ортасына біреуді салып, содан кейін имамның артына тұратындар бар. Осы қажылық, сол екеуі де қажылыққа кетті. Екеуіне айттым, сендердікі дұрыс емес. Неге? Өйткені ағайынменен араласпаған адам, мейлі ағайының алкаш болсын, оңбаған адам болсын, жер бетіндегі ең жексұрын сол болса да, Аллах Тағала бұйырған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның әкесі Абдулла болса, Абдуллаға жақын туған туыстарының көпшілігі пайғамбарымыздың мұсылман болмаған кәпірлерден еді. Соның біреуі де Абу Лахаб. Аллах Тағала Құранда қарғап тұрып, тәббәт еда әби ләхәби уә тәббә. Аллах Тағала қолы құрсын қарғаған аят оқылғанда, пайғамбарымыз ол туысқан үшін жылайтын еді. Қазақ халқында жақсы айтылған сөз бар. Кедей болатын адам биесін атқа сатып, жалғыз қалатын адам туысын жатқа сатады. Бауырларымен бір әке, бір шешеден дүниеге келіп, араласпай жүргендер, мен имам болғаннан жиі барам, имам олар құдай тамақ асқа жиі барғанда, құданың құдасы, дос, кластас, туысқанның ешқандай қатысы жоқ адамдар үйлеріміздің төрімізде отыратын болды. Бірақ әке шешеден бірге туылғандар, бауыр болып келгендер бір-бірімен араласпай жатқан дәуірдеміз біз қазір. Араласса, расчетпен араласып, оның ақша сұрағаны ұнамай, бір-біріне кіріп шыққаны ұнамай қалған замандамыз. Қияметтің күнінде ең өкініш болады. Намаз оқыған, оқымаған деп айтамыз, басқа деп. Намаз оқысаң оқи бер, бірақ ағайын туған туысыңмен араласпасаң, бауырларыңа кіріп шығымың болмаса, сенің бұл құлшылығыңнан қаншалық қайыр болады, бауырлар. Сондықтан бөлініп туған туыстардан жеке кеткендер Аллах Тағаланың алдында қияметте сұрағы барын ұмытпаңыздар. Мейлі сенің бауырың, тағы айтам, жер бетіндегі ең жаман, жер бетіндегі ең төмен, жер бетіндегі ең жаман адам сол болса да, ағайын туған туыспенен араласпау үлкен қателік болады.